Досым. Досым қайда? Үйге барып келейінші. Досым қайда менің? Ой, кім жоқ қой. Досым қайда? Тамақты жоқ па? Ана жерден барып ара салмайыншы. Нан жасауыншы. Үйге. Киік бар. Верштаг алу керек ма? Верштаг қайда? Верштаг. Ұйықтайыншы. Так, мен жұмысым что-то қиын болып кетті бар ғой. Досымды таба алмай жүрмін. Досым қайда екен? Алдында інісі келіп кетті, бірақ інісі де жоғалып кетті. Екеуі де тоқой ма бір бөлігі. Так. Ей, досым! Досым! Қалайсың досым? Досым қалайсың? Дос сен көрмей келдің, неше күн болды? Ё-майо! Сен сағындық болдың ғой, ё-майо, қалайсың досым? Мен кешірмені ойламадым. Сол сен бір қақа кетіп қалдың сен? Мен ба, алдыда ғой, мен бастығым, ұрсып қалдық. Бастығыңмен ұрсып қалдық сол кезде? Сосын, ана мен істіп атқан кезде бар ғой, не мұшырап келатсың, бар ананы тастады ғой. Сен сонда, сен жұмыстан қол босамай сен үйге келмедің ба не сонда? Ана сварщик керек. Сосын ұзақ болды ғой деген. Сен қинады ма сонда? Қинады. Досым, сен аяқ бүттің, сен қинады ма? Сосын орайын ешім бар ғой, ана жақты директор ғой. Бес ба. Досым, сен қарның ашқан шығар да? Кішкен тамақ жоқ па мына жерде? Нан істеген да, верстак ағаш сау келеймен. Досым, сен неге олар ұстақ балды сонда? Білмеймін. Сол орын келіп соларды. Сазайларын береміз да ертең. Досым, отындарды да жинап кел. Отын? Осы ертең бар ғой, там күн суық болады дейді, короче, ертең. Вообще суық болады дейді. Так что отындарды дайындап қояқ. Әйтпесе ертең тоңып бүрісіп отырамыз. Досым, онда мен үйге барып тамақ дайындай берейін да. Сосын отырыста әңгіме айтамыз. Бірақ бізде стол жоқ екен ғой. Онда стол жоқ болса да отыра берейін. Қай жақ отырамыз. Так. Тамақ дайындай берейін онда. Так. Досым? Кел, мен тамақ дайындап қойдым, мә же. Ем ба? Қалай? Намен қосып жеп ал. Әйтпесе қарның ашық болады. Түнде бізде тамақ бітік болады, әйтпесе түнде тамақ жоқ. Осын плотно жеп ал, мен. Үйті сен мынау картошка сосын намен қосып адуши кайфтан атқан шығарсың да? Досым? Сені мен қатты сағынып кеттім ғой. Сен неге ұстап болды? Оларды сотқа беру керек қой негізі. Адам деген неше? 10-11 сағат жұмыс жасайды да, сол кезде кетеді ғой. Үйіне. Мен 5 күнбі, 6 күнбі жүрдім осы уақытта. Мен достарым осы уақытта жүрді. Сол ғой, 5-6 күн сені таба алмай түнде сені ойлап жаттым бұлай. Менің досым қайда екен, оның ата-аналарды звондайды ғой, мен не істеймін деп. Мен ата-анам бар ғой, мен басқа ауылда ғой. Жосы, басқа ауылда болса да менің балам қайда екен деп ойлайды ғой сені. Мен папамды ойлайды жүрек. Сен папаң аты кім айтпақшы? Мен папамның ба? Нүппек. Сен алдында сен інің келіп кетті ғой маған. Қош, сосын мен інім да бар, ағам да бар, сосын мен екінші папам бар. Екінші папам? Классыңды сендер қуады екенсің ғой, нұқтар. Ё-майо, нұқтар сендер қуады екенсіңдер ғой. Бар ғой, атын айтайын ба? Айтпай ақ қой, кім ал? Айтайын? Нүппек. Нүппек бес қой. Кім? Нүппек бес. Нүппек бес па не аты? Нүппек бес біртүрлі екен аты. Ё-майо. Айтпақшы сен үнің бар ғой? Құдыққа шомылады екен ғой ол деген.
Иә? Тупой ғой онда. Тупой ма? Сендер вообще шомылмайсыңдар ма? Бірақ ол шомыла ма? Білмеймін. Олар күнде шомыламыз дейді. Қуады ма? Ё-моё. Досым, сен енді тамақ жеп болдың ба? Кішкене ұйықтап алайық. Тынығып ал. Маған аяқтарым көгеріп кетіпті ғой. Басын туесің ғой. Басталанда бай. Олам ғой. Сен атмар озып келсің. Жақсы ұйықтайыншы мен. Қачоқпын ғой, қачоқ. Барлықтарыңа сәлем достар, сізбен бірге мен Нұрғали. Бүгінгі видео аяқталды. Видеоны лайк басып тіліп кетіңдер, сау болыңыздар. Видеоны лайк басып, ана тілкейді қода өшетіңдер. Давайте.